Сәлем достар, сендермен бірге KZ админ. Так, бүгін біз деген достар өзімнің каналымда қарайым. Ал онда менің комментарийда жаман нәрселер жазған. Достар, сосын олардан кешірім сұраймын. Бұнда KZ админ деген, KZ нотес деген біреулер бастады. Сосын бақылмай мен деген YouTube менен канал аштым ғой. Сосын канал ашып болғасын сөйлеп көрмеген. Сосын барып байқамай оған сөйлеп қойдым сол екеуіне. Қасындағы қазақ KZ TV деп отқан ол менің класстасым. Ол менің мақтап отыр. Достар, сосын мен аналардан кешірім сұраймын. Олар бірақ аттарын уже KZ админ каналын остырып. Ал мен де остырып, менікі Джако Геймер. Мұны тағы да басқа біреулердікі ұқсайды, Джако Геймер деген. Ал мен өзім каналымда қараймын. Бірісіндерге дұрыс көрмейтін шығар бәрі. Өзім осыны қарағам. Досын үшіппенші бірақ. Бірінші бейті қарайын. Сосын өзім қараған. Сосын маған біреу питерас. Каждый басы онша емес. Өте қатты лағат етеді. Сосын KZ админ каналын атын ұрлап алғансың дейді. Сосын барып, мен оған кешірім сұрап тастадым жақсы. Бұған сөйлемей қоямын енді. Сосын біреу KZ админ сол элох мен атымда не ұрлап алғансың. Зай болсындар бар ғой деп жазыпты. Сосын не дерімді білмей, онымен байқамай ұрысып қалдым. Не істеймін бәрі. Сосын мына жерде өзім жазғам. Қақыттай күте тұрыңдар. Достар, соқпай отырайық. Достар, бір жалғастырамыз. Қазір күте тұрыңдар, осы жерді қарайық. Мына сосын мен ұнамаса қарама деп байқамай жазып тастаған боқтым. Осының боласы тоже сінде бірде бір видео жоқ деп. Әрине енді ода бірде бір видео жоқ. Енді қайтейін енді мен байқамай сөйлеп тастадым. Кешірім сұрайтын одан. Сосын KZ нотес деген KZ нотес өзінің видео жоқ қой, өзіне қарап аш, тупой сослей турси мухалай дейді. Ол мен класстасым сондықтан. Оны біреу мазақтаған иди нахуй пидорас дейді. Армани KZ қазақ TV, Армани KZ қазақ TV иди нахуй дейді. Сосын Джако Геймер соси дейді. Мені мазақтаған. Жарайды, мазақтасын. Сосын KZ нотес келсең дейді оған. Армани KZ, сосын бақмай тағы сөйлеп тастадым. Достар, короче, оның каналын көрсетейін қазір. Енді мен жақтырмайтын шығарсыңдар. Короче, ол KZ админ деп тұрған. Ол деген мен сияқты тура осылай видео түсірген. Қазір көрсетемін, мені Порошок KZ деген Порошок KZ деп қойған. Жақсы оған подписаться етейік. Дос болып қалам, енді олмен. Енді ешкіммен ұрыспаймын да. Видеосын қарап жатырмын. Құттай қатып қалды достар. Бүйтіп қараймыз. Мені оның каналы. Қызықты достар. Мен KZ админ деп жаздым. Және де менің каналымның алдында админ қызы деген біреу тұр. Және де қараңыздар. Достар, ұстап қойып отырайын. Сосын мен оны бақтап жатқан жоқпын. Тек каналын көрсетіп жатырмын. Мен қалай бақтағанын. Тек айтып жатырмын, бақтап жатқан жоқпын. Қарауларыңызға рұқсат. Қараңыздар. Мен видеосына. Мына оңбағанның Достар, оны қатып тұрма біле ғой. Міне қараңдар. Мен оған комментарий жазып жібергем. Ой, блин. Және де ол маған мынандай еще сен бұқтама
дейді. Өзі ұрлап алған дейді бітіріп. Міне қараңдар, оған қарамайды. Міне кезет ноутс деген адам мені поддержка жасаған, мен осы каналды көрмей тұрғанда, міне қараңыздар. Сосын Армани Мұха деген. Қараңыздар, сосын Мырзабек Қазбек. Қатыратындар достар. Мен деген Суслик деген. Труси Мұха деген. Қараңыздар, сосын Мырзабек Қазбек деген кісі, ол міне мен оған кезет ноутс келсем де жазып жібергем. Және де ол Мырзабек Қазбек оған соси деп жүрген. Мені сол екі адам поддержка жасады. Мана оңбаған. Достар, короче, осындай енді. Сосын мен тағы оның астына байқамай жазып тастадым. Плагиат тезімді тоқтайық достар дейді. Жарайды. Сосын мен каналым атын ауыстырғам сол. Сосын мен байқамай оған сурет тастадым. Мен дұрыстап сөйлесем бірінші мыңқылдамай деп жазып тастадым байқамай. Жарайды, оған да лайк басып қояйық. Достар, сосын осының каналына тіркеліп қойтындар жақсы түсіреді екен. Бұл бәлен түсіріп тастағам енді. Так, достар, осы видеоны лайк басыңдар, маған да ана балаға да басыңдар. Короче, мен жаңағы мені комментарийде жазған балдарға кешірім сұраймын. Давайте, достар.